Атырау облысы Жылой ауданы нөмір 22 жалпы орта білім беретін мектептің ұстаздары және оқушылары. Дарынды шәкірт білікті ұстаздан атты тақырыпта 9-25 желтоқсан аралығында қашықтықтан өтетін онлайн онкүндікті ашық деп жариялаймыз. Мақсаты пән мұғалімдерінің дарынды балалармен жүргізетін жұмыстарына қолдау көрсете отырып, мұғалімдердің ақпараттық кәсіби құзыреттілігін жоғарылату. 10 күндік барысында ұстаздарымыз Zoom платформасы арқылы ашық сабақтар мен ашық шаралар беретін болады. Өткізілгелі отырған сабақтарымыз бен шараларымыз биылғы жылғы атаулы даталармен байланыстырылатын болады. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл, мемлекеттік егемендік туралы декларацияның қабылданғанына 30 жыл, Қазақстан Халқы Ассамблеясына 25 жыл, Абай атамыздың туғанына 175 жыл, Тоныкөк ескерткішіне 1300 жыл, гвардия жауынгері, қаһарман батыры, Кеңес одағының батыры Төлеген Тоқтаровтың туғанына 100 жыл, 2 мәрте Кеңес одағының батыры ұшқыш Леонид Беданың туғанына 100 жыл, және әлемде екінші Аристотель атанған ұлы тұлға Әбу Насыр Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл. Онлайн онкүндік кезінде мектебіміздің білікті де білімді ұстаздары өз іс тәжірибесімен бөлісетін болады. Олар Байжанова Самал Нұрғабылқызы, Шайхина Айнагүл Жанабаевна, Жанкулаева Эльмира Нурулаевна, Булегенова Слушаш Калауовна, Серикова Зульфия Сериковна, Жанмұрат қызы Әсем, Баданова Назира Амановна, Абдренова Эльвира Мурагеровна, Сақтағанова Жаңылсын Мағауия қызы, Өскінбай Малика Тоғызбай қызы, Айтухашева Тілектес Алимжановна, Саматова Гүлсанам Самат қызы, Химеденова Нұржомал Гаделовна, Алтыбаева Ажар Алиевна, Тұрсынова Замира Қаблановна, Қашабаева Балжан Сергеевна, Тамашева Венера Батырхан қызы, Душанова Раузия Бекқали қызы, Русмухамбетова Салтанат Русмухамбетовна, және Төлеуова Тоғжан Амандық қызы. 26 желтоқсан күні дарынды шәкірт білікті ұстаздан атты қашықтықтан өткізілетін 10 күндіктің жабылу салтанаты өтеді. Ұстаздарымызға шығармашылық табыс тілеймін, назарларыңызға рахмет.